Жылқыбай Жағыпарұлы. Зарнала повесі. Қайырлы ұзақ жылдардан бергі қалыптасқан дағдысы бойынша бүгінде ерте оянды. Үлкен терезелерден мол төгілген таң нұрына шомылып, осы бір қасқағым сәттік рахат күйін қимай, ақ төсекке қайта жатты. Сәл қимылдасақ болды тауқым еті мол өмірде, Қайырлының өңі түгілі түсінде болып көрмеген осы бір бақыт таңы қайта айналып келместей көрінді. Оның үстіне қозғалам деп қорғызындай қойында балбырап жатқан жас арудың ұйқысын бұзғысы келмеді. Иә, жастайынан аштықтың да, жалаңаштықтың да ащы зардабын тартқан ол, мұндай бақытқа кенелем деп ойлаған жоқ. 18-ге толар-толмастан сонау 1943 жылы майданға аттанып, елін жерін қанқұйлы жаудан қорғап, отан үшін от кешті. Қырғын соғыстан аман қалған жерлестері сияқты, жеңістен кейін бірден елге оралуды да тағдыр мұның маңдайына жазбапты. Тағы да ұзақ 3 жыл Германияда әскери міндетін өтеп, туған жерге оралғанына да 10 айдың жүзі болды. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне дегені болмаса, Ақмолада Қайырлыны күтіп көз телмірткенде ешкімі жоқ еді. Әйтсе де туған жер, өскен елден ыстық не бар? Ол әскерден босасымен-ақ осы қалаға жетуге асықты. 1-2 күн қала аралап бой жазды. Содан кейін Ақмола қаласына соғыс жылдары көшіп келген насос жасайтын зауытқа жұмысқа тұрды. Ыңғайлы пәтер іздеп, сұрастыра жүріп қала ішіндегі осы Сәлім қарттың үйіне тап болды. Бірақ дәл осы бақыт босағасы, алғашқы өз шаңырағы болады деп ұйықтаса да ойлаған жоқ. Сәлім ақсақал мен Айман әжей алғашқы күннен-ақ Қайырлыға жылы қабақ танытып, бәйек бола қарсы алды. Қайырлының жатар орны бөлек болса да, бөлек тамақтануға екі қарт рұқсат бермеді. Жоқ қарағым, бір шаңырақтың астында тұрып, екі дастархан жасағанымыз жараспайды. Бір саған бола бөлек қазан көтермеймін. Біз не ішіп не жесек те, сен соған разы боласың деп, Айман әжей өзінің үзілді-кесілді сөзін айтты. Иә, шырағым, апаң дұрыс айтады. Өзің жұмыста жүріп дүкен кезгенің болмайды. Барға мәзір қылып, апаңның жасағанын қанағат тұтсаң болады да деп, Сәлім ақсақалда көңілін ақтара салды. Мен қарсы емеспін ғой, бірақ ыңғайсыз болып жүрмесе. Түкте ыңғайсызы жоқ. Тоқбала екеуміз бірдей отырып, отағасымен саған ас әзірлеп бере алмасақ не болғанымыз деді Айман әжей. Бұл мәселе осымен тамам болды дегендей Қайырлының бөлмесінен шығып бара жатып. Иә, ол Тоқбаланың есімін алғаш рет осылай естіді. Тоқбала екі қарттың көзінің ағы мен қарасындай жалғыз қыздар екен. Шал мен кемпірдің бар үміті мен бар тілегі осы жалғыз қыздың үстінде. Талшыбықтай бұралып 18-ге енді толған бой жеткенді, олар көздерінен бір сәтте таса қылмай әлпештеп отыр. Осыдан кейін Қайырлы екі қарттың айтқан орынды сөзіне қарсы дау таппай, тапқан таянғанын Айман әжейдің алақанына салатын болды. Күнделікті тартатын темекісі болмаса, әскерден әкелген 2-3 бар гимнастикасын кезек киіп, үстіне киім алуға да ақша шығындамады. Тек бертінде Айман әжей қоярда қоймай жүріп, оған бір киер тәуір киім әперді. Қысқасы Қайырлы екі қарттың туған ұлындай болып, осы босағаға еркін сіңісіп кетті. Қайырлы Тоқбаланы бұл үйге келген күннің ертеңіне кешкі ас үстінде бірінші рет көрді. Жаудыраған бота көздерін әсте жоғары көтермейтін, қырмұрынды қара торы бой жеткеннің жұқалтаң жүзінде адамның жанарларын еріксіз өзіне тартатын ерекше сүйкімділік бар. Осы бір сүйкімділіктің әсері ме, әлде жүрегінде жастық сезімнің алғашқы ұшқыны тұтанды ма, Қайырлы дастархан басында жас сұлудан көзін тайдыра алмай, ұзақ қарап қалыпты. Тіпті өзінде, өзгені де ұмытып, қолындағы кесесінің қалай қисайып кеткенін де байқамады. Қайырлыны бұл ыңғайсыздықтан бой жеткеннің өзі құтқарды. Ағасы-ау, бұныңыз не? Қасыңызда отырған үлкендерден ұят емес пе дегендей, жаудыраған үлкен көздерін оқыс көтеріп,
Uzun kirpiklerin kere jigitke qarады. Қас қағымсады екеуінің жанарлары бір-біріне түйісіп, қыздың ойын жігітте түсіне қалды. Ол жалма-жан қолындағы қисайып кеткен кесесін түзеп, көзін төмен түсіре қойды. Дәл осы күннен бастап екеуінің арасында әлдебір ұяңдық жағдай қалыптасты. Кездесіп қалған сәтте бір-бірінің көздеріне тура қарай алмай, бірден бұрылып та кете алмай, ыңғайсызданып қалатын еді. Бұл белгісіз сезім екі жастың арасындағы қимастыққа ұласты. Енді олар бір-біріне тіл қатып, ештеңе айтпаса да кездесуге ынтық болып тұратын. Қайырлы әлде қалай жұмыстан кешігіп қалса, Тоқбала тағатсыздана күтіп, мазасыз күйге түсетін. Жігітте жұмысын бітіріп үйге жеткенше асығатын. Өмірден түйгені мол Айман әжейде екі жастың арасындағы бұл жағдайды байқап қалды. Бірақ іштей сезсе де сыртта ештеңе білмегендей жүре берді. Екі жастың көңілдері шын жарасым тапса, өздері де бір емеурін білдірер дегендей әліптің артын бақты. Айман әже екі жастың көңілдерінің жарасып кетуін бар болмысымен тілеп, жаратқанға мың мәрте тәубе қылды. Ботадай әлпештеп өсірген жалғыз қыз үшін қарт ананың Алладан тілеген жалғыз тілегі де осы еді. Жат жұртқа жаралған қыз баланың ертеме кеш бұл босағадан аттанатынын білетін қам көңіл ана, жатса да тұрса да Тоқбалаға жалғыз бас, сабау қамшы бір түзу адамды жолықтыра көр деп Құдайдан тілеуші еді. Енді міне, іздегенге сұраған дегендей сол арманы орындалар болса, Айман әжей тәубе қылмағанда қайтпек. Тағдыр жазып қайырлы күйеу бала бола қалса, барар жері де, бірге туған жақындары да жоқ. Осы шаңырақтың өз адамы, бір иесі болып шыға келмей ме? Айман әжей асыға күткен күнде келіп жетті. Екі жас қол ұстасып, өмірлік серік болғылары келетін тілектерін білдіріп, қарттардан бата сұрады. Тоқбаладай қызына қоса, қайырлыдай ұл тапқанына қуанған Сәлім қарттан мүлде ес қалмады. Соғыс салған ауыртпалықтың ащы зардабы әлі қайта қоймаса да, қолда барын сарқа жұмсап көрші қолаңды риза қылғандай той жасады. Көрші қолаң, маңайдағы ақсақал үлкендерді шақырып ақ батасын алғаннан соң, екі қарт жас жұбайларды осы шағын отауларына кіргізген болатын. Қайырлы тәтті қиялға беріліп жатып керіле қозғалып кетті. Тоқбала кенет селт ете түсіп, көзін ашып алды. Қап, ұйқыңды бұзып алдым-ау, неменеге керіле қалғаным? Қайырлы өз-өзінен қысылғандай, Тоқбаланың көзіне түскен қолаң шашын сипап, ақтала бастады. Сен қашан ояндың? Өзіңмен бірге мені де неге оятпайсың, а? Жасару еркелей бұралып, жігіттің аптал төсін қолаң шашымен жауып, мойнынан қапсыра құшақтай алды. Қайырлы жас келіншегін аймалай құшып, бауырына қыса түсті. Екі жас асыл сезімнің ыстық ләззатына беріліп, Пәгнекенің ақ төсегінде айқасқан құшақтарын жазбастан армансыз аймаласты. Қайырлы деймін деді жігіттің кеудесіне басын салып, қолтығына тығыла жатқан Тоқбала ерке балаша назданып. Әу деймін деді қайырлы жас арудың қалың шашының арасына мұрнын көмей иіскеп. Адам өмірі қандай тұрақсыз, ойлап қарасам бірде көл, бірде шөл сияқты екен. Соғысқа кеткен екі ағатайымнан арасына ай салып қос қара қағаз алғанда, көкем мен апам бұл дүниеден бас кешіп, қатты тұралап еді. Енді міне, екеуміздің қызығымызға естері шыға қуанып, бәрінде ұмытып кеткендей. Әсіресе көкем қос ағатайымнан айырылғалы қабағын бір ашып, еңсе көтеріп көрген емес. Соңғы күндері көңілі өсіп, төбесі көкке жеткендей желпініп жүр. Екі қартты осыншама қуанышқа кенелткен екеуміз қандай бақыттымыз. Тоқбала тебірене сөйлеп, тіпті сөзінің соңын екпіндете дауыстай бітірді. Тағы бір сәт үнсіздік орнады. Тоқбала құлағын басып, Қайырлының жүрек дүрсілін тыңдап, шаттана күліп жатыр.
бір екі дейді ол іштей күбірлеп. Енді бір сәт екі жастың жүрек дүрсілі қатар соққандай болды. Тоқпала құлағым Қайырлының жүрегіне тосып, сол қолымен өз жүрегін басып, екі жүрек дүрсілін дәл басқысы келгендей тағы күбірлеп кетті. Қайыр, естимісің? Жүрегіміз бірдей соғатын сияқты. Бірге туғандардың, шын ғашықтардың ғана жүрегі бірдей соғады дейді ғой. Сол рас па? Мүмкін. Бірақ бар адамдардың жүрегі бірдей, біркелкі соғады ғой. Қайыр, ау жаным. Тоқпала басын кенет көтеріп алып, бетін жапқан шашын кейін сырып тастады да, Қайырлының көзіне тура қарады. Менің саған айтар тағы бір сырым бар. Сырда емес ау, жүрегімдегі жалғыз тілегім. Айта ғой жаным, сенің бір тілегің ғана емес, 1000 тілегің болса да орындауға дайынмын, деді Қайырлы оның сөзін бөліп. Қайырлы, алдағы өмірімізде не болса да, қандай қиындық кездессе де, көкем мен апамды жалғыз қалдырып кетпейікші. Олардың менен басқа сенері де, сүйенері де жоқ. Тоқпала жаным ау, сен не деп кеттің? Олар маған бөтен бе екен? Мен де жарық дүниеде шапағатын көрмеген ата-анамды жаңа тауып жатырмын емес пе? Ата-анасынан кім безеді? Қалай қиып тастайды? Бұл босағада мен өмірлік жар, мейірбан ата-ана таптым. Ендеше біз мәңгі бірге боламыз. Бізді айырар күш жоқ. Қамықпа жаным. Өзінің осы қылығына ұялғандай, Тоқпала арқасына төгілген ұзын шашын уыстай жинап, қос алмасын қымтай төсін жапты. Жас келіншектің ерке қылығына қызығып, сұлу мүсініне сүйсіне қарап жатқан Қайырлының көзі, Тоқпаланың қос жауырының ортасындағы сәби алақанының үлкендігіндей қанқызыл, дөп-дөңгелек қалға түсті. Тоқпала, бақытты болады екенсің. Арқаңда үлкен қалың бар ғой. Иә, бақытты боламын. Сенімен бірге әрқашан бақыттымын, деп жасару наздана бұрылып, қолаң шашын төгілте жігіттің кеудесіне құлай кетті. Қайырлы оны оң қолымен орай құшақтап, арқасынан сипады. Жас сұлудың арқасын сипап жатып, жігіттің қолы сәби алақанының үлкендігіндей қалға тиді. Жігіттің қолы жас сұлудың арқасынан әлденені жоғалтқандай, қайта-қайта қызыл қалды сипалай берді. Жанарларын қоржын үйдің төбесіндегі бір нүктеге мәнсіз қадап, келіншегінің арқасындағы үлкен қалды саусақтарымен салалап, дамылсыз сипай берді. Кенет ол ойына әлдене оралғандай, жас сұлуды көтере-мөтере басын жастықтан оқыс жұлып алды. Тоқпала, қане қалыңды тағы көрсетші, деп әлдебір үрейлі үнмен тіл қатты. Оның жауабын күтпестен арқасын жапқан қалың шашын оңды-солды серпіп, жас баланың саусағының үлкендігінде қалды тапты. Күреңіткен қанқызыл қал оның көзіне оттай басылды. Жігіт жанарлары үрейге толды. Жас сұлудың арқасындағы қызыл күрең қал емес, қып-қызыл қанға айналды. Біресе жас сәбидің алақанындай қалды көрсе, енді бір сәт білеулене ұйысқан қара қошқыл қанды көрді. Қайырлының көздеріне ілезде қан толып, бір сәт есеңгіреп кетті. Қайырлы, не болды саған? Қайырлы, не болды деймін? Ол мағынасыз жанарларымен өзін иығынан тартып, сілкілей жұлқылап отырған Тоқпалаға қарады. Жас арудың шарасынан шыға жасқа толған жаудыр көздеріне көзі түскенде ғана, өз-өзіне келгенде әнтек езу тартты. Ештеңе де болған жоқ. Үрейленбе Тоқпала. Қазір. Ол тағы да зорлана жымиған болды. Оның бозарып кеткен жүзіне аздап қан жүгірді. Мұны көріп Тоқпалада өрекпіген жүрегін басып, жігіттің мойнынан қапсыра құшақтап алды. Мұның не Қайырлы? Мені соншама қорқытып, әлде бір жерің жанға бата ауырама? Жас келіншек қобыраған шашын қайта-қайта кейін серпіп, ыстық демімен жігіттің жүзін шарпып, аймалай берді. Кенет ол жігіт құшағынан оқыс кейін серпіліп, оның көздеріне көзін түйістірді.
Әлде менің арқамдағы қалдан шошыдың ба? Онда тұрған не бар? Бетімде емес, арқамда ғой. Оның үстіне қал бақыт нысаны емес пе? Бұл қалдан басқа бойымда ешқандай мін жоқ. Тоқпала жігіт жүзіне әлде бір астарлы көз тастап ұяла жымиды да, нанбасаң қарашы өзің деп көрпенің жиегін серпе көтеріп, орнынан тұрды. Жас сұлудың аппақ тәні үлкен терезеден төгілген күн нұрына шағылысты. 17-ге енді толған бойжеткеннің көз жауын алар құлын мүшесі қозғалған сайын бұлтың-бұлтың ойнап, үлкен бөлмені беймәлім бір шуаққа бөліп, сұлулық сынын паш етті. Алғашқыда қайырлы тоқпаланың тосын қылығына аң-таң болып, қызыға қарап қалды. Бірте-бірте жас арудың шебер салынған суреттей сұлу мүсін, аппақ тәні оның бар болмысын баурап, әлде бір сезім құштарлығына тартып бара жатты. Жігіттің тұла бойын ілезде ыстық қан кернеп, денесі бусанып жүре берді. Кенет жігіттің көзі бұрыла берген жас сұлудың арқасындағы қызыл күрең қалға түсті. Сол-ақ екен бағанадан ысынып тұрған тұла бойы мұздай су құйып жібергендей тітіркеніп кетті. Болды, тоқтат енді. Екі танауы қусырылып, қанмен сөлден айырылған жігіт жүзі қуарған шүберектей солып, мүлде жат дауыспен жас аруға ақырып қалды. Тосын айқайдан үрейі ұшақ қорыққан тоқпала, торға түскен киіктің лағындай жаудырап, шарасыз күйде естен тана тұрып қалды. Орынсыз жәбірленген жазықсыз ару, жалаңаш денесін жасыратын жер таппай, сүйген жарының тосын мінезіне түсіне алмай, жаутаңдап жалына қарады. Бірақ оның бозарған өңінен түтіге тұншыққан үрейден басқа түк таппай, одан сайын қалтырады. Кеудесін тесіп шығардай тулаған жас жүрегіне жұбаныш қылар ілгешек таппаған тоқпаланың тынысы тарылды. Кенет қорғансыз ару әлде қысылғаны, әлде қорыққаны белгісіз кейіппен жалаңаш тәнін қос қолымен жауып, бүріскен күйі еденге отыра кетті. Осы сәтте жігіт үстіндегі көрпені жұлып алып, тоқпалаға қарай лақтырып жіберді. Жас келіншектің жалаңаш денесі бүгжиген бетінде көрпе астында көміліп қалды. Қайырлы орнынан атып тұрып, жанталаса киіне бастады. Ол көрпе астында бүрісіп қалған жас сұлу тағы да ойнақтап тұра келетіндей асығып, енді қайтып ол жаққа көз тастауға да қорықты. Мүмкін емес. Жоқ. Бетін аулақ қылсын деп ышқына айқайлаған жас жігіт жартылай киінген бойы есікті жұлқа ашып, далаға атып шықты. Аулаға жүгіре шыққан ол енді қайда барарын білмей, бір сәт аңтарылып тұрып қалды. Содан кейін жан-жағын бағдарлап, бойын жасыратын жер іздеді. Дәл қазір өз-өзіне келгенше ешкімнің көзіне түскісі келмеді. Осы оймен ол қала шетіндегі үйіса өскен шоқталға қарай жүгіре жөнелді. Қайырлы темекісін бірінен кейін бірін тұтатып, шоқталдың арасында ұзақ отырды. Ол өзін өзі қинап, көңілін басқа жаққа аударғысы келді. Қан майданда өткізген күндерін еске алып, жүрегін жегі құрттай жеп бара жатқан осы бір беймәлім күдіктен құтылғысы келді. Бірақ әлде бір тосын сұмдықты сезгендей көңілі алабұртып, жүрек дүрсілі жиілеп тынысы тарыла берді. Құлағы шыңылдап, бас айналды. Ол екі қолымен қос құлағын басып, көзін тарс жұмып, отырған орында теңселе бастады. Өзін өзі қанша зорлағанымен, қайырлы сол бір қасіретті уақыттың елесінен құтыла алмады. Оның көз алдынан бақытсыз балалық шағындағы, сүреңсіз күндердің сұрқай суреттері тізбектеліп өте берді. Қайырлының балалық шағы. Азынаған суық үйдің қырау басқан есігіне телміре қарап, қазандық түбінде шөкесінен түсіп, 6-7 жас шамасындағы бала отыр. Оның еттен арылған бетінің жақ сүйектері әнтек шодырайып, шүңірейген көздері тереңнен жылтырап, әлдекімді күткендей қырау басқан есікке телміре жыпылықтайды. Үстіндегі қабат-қабат шоқ пытының мына азынаған суықтан пана болар қауқары жоқ. Көгеріп кеткен қу сүйек қолдарымен үстіндегі қаптаған шоқ пытының ашылған жерін қымтамақ болады. Бірақ әбден әлгеткен қолдар икемге келмей, құр дірілдейді.
Қазандықтан жоғарырақ төрдегі көк шоқпыттың арасынан тағы да әлдекім ыңырсиды. Ат арыса тулақ, ер арыса әруақ дегендей, төрде жатқан азаматтың созыла ырсиған сүйектері бір кезде алпамсадай денеге тірек болғанын жария еткендей, жартылай ашық шоқпыт көрпенің әр жерінен шодырая көрінеді. Пышақ жанығандай білеуленген жақ сүйектердің әр жерінен селдір өскен сақал-мұрт шөлге біткен тікенектей үрпиеді. Енді болмаса теріні тесіп шығатын бет сүйектердің терең қуысынан көз орнындағы қос нүкте көрінеді. Төбедегі әлдебір нүктеге қадалып тереңнен жылтыраған осы бір жанарлар болмаса, мына шоқпыт көрпенің астындағы адамнан басқа тіршілік белгісін танытар ешбір қимыл сезілмейді. Төбеге қадалған бұл жанарларда дүниеден әлдеқашан баз кешкендей мағынасыздыққа толы. Өлік кейпіндегі тірі әруақ анда-санда ышқына ауыр ыңырсиды. Төрдегі тірі әруақтың аяқ жағындағы жер төсекте тағы бір тіршілік белгісін танытқан кішкентай дене жатыр. Дене деген аты болмаса, бұл да сүйек пен теріден тұратын, тек кеудесінде жаны бар сәби еді. Нәрестенің әрі суықтан, әрі аштықтан сілесі қатқаны сондай, жылауға да шамасы жоқ. Иә, бұл 1932 жылдың ақпаны. Қазақ даласындағы бұрын-соңды болып көрмеген алапат аштықтың алғашқы айлары болатын. Қазандық басында бүрісіп отырған бала осы шаңырақтың ортаншысы Қайырлы. Одан жоғары жер төсекте жылауға шамасы келмей сілесі қатып жатқан осы үйдің кенжесі. Қайырлының жалғыз қарындасы Гүлжан. Ал төрдегі тірі әруақ кейпіне түскен арыстай азамат осы шаңырақтың иесі Сұлтан. Қазақ ауылдарын қатты күйзелте бастаған ақсирақ аштықтың ауыр қасіреті бұл шаңырақтың босағасын осыдан бірнеше апта бұрын аттаған болатын. Сұлтан отағасы мына Айнакөл ауылының ат жалын ерте тартып мінген белді азаматтарының бірі еді. Кеңес үкіметі орнағанда осы ауылдан шыққан белсенділердің бірі болды. Үкімет елдің қолындағы малын тігерге тұяқ қалдырмай жинап, колхоз құрмақ болып жатқанда, Кәмпескеден алған 2-3 қарасын алғаш ортаға өткізгенде осы Сұлтан болатын. Осы төңкеріс колхозы ұйымдасқан кезде, маңайдағы ауылдардың кедей-кепшігінің қолындағы жалғыз малын ортаға салғызып, тағы да ерен белсенділік танытқан. Тақыр жерден құралған төңкеріс колхозының қақаған қысқа қарсы тұрар қауқары болмады. Осы қыстың басында колхоз малы түгелдей қырылып қалды. Сол малды қайтсем қыстан аман шығарамын деп жарғақ құлағы жастыққа тимей жүргенде, Сұлтан белсенді қораның төбесінен құлап белінен мертікті. Содан бері қимылдауға шамасы келмей, төсек тартып жатыр. Алғашқыда жергілікті үкімет колхоз белсендісінің бала-шағасына аз-маз көмек беріп, қарайласқан болды. Бірақ айналасы бірер айдың ішінде бәрі сап тиылып, белсендіден бәрі сырт беріп, Сұлтан шаңырағына уәкіл атаулы ат ізін салуды ұмытты. Бұл үйдің қабының түбі қағылғанына да міне жарты айдың жүзі болды. Содан бері қолдан келер қайраны жоқ осы үш тіршілік иесі аулақтап, қайыр сұраған жалғыз әйелдің қолына қарап, шықпаған жанды ертеңгі күнге жалғап отыр. Аяз қысқан ағаш есік сынып кетердей сықырлай ашылды. Басын шоқпыттың астына тығып бұйығып отырған Қайырлы үміт шашқан шүңірек көздерін көтеріп алды. Онсыз да азынаған үйге бір құшақ суы қалып, Қайырлының анасы Сұлушаш кірді. Тауқымет жүгі еңсесін езген жүдеу әйел аяғын зорға басып қазандықтың жанына келді. Әлі құрыған бойына ие бола алмай, бір сәт теңселіп тұрып, жер таянып бір тізерлеп отыра кетті. Екі иығынан дем алып, ауыр-ауыр тыныстап, басын көтерді. Өңменнен өтердей тесіле қараған Қайырлының көзіне көзі түсіп, сорлы ана бойын жинап ала қойды. Қазір, сәл шыда деді ол қарлыққан дауыспен қажи сөйлеп. Сұлушаш беліне байлаған жіпті шешіп, жаман тонының арасынан қос жұдырықтай түйіншек алып шықты. Түйіншектің бірнеше қабат орауын жазып, оның ішінен 3-4 қатқан құртпен қол басындай піскен ет шығарды. Ол қолындағы етті қылдай етіп 4 бөлікке бөлді.
әрбір жапырақ етке бір-бірден құрт қосты. Содан кейін бір жапырақ етпен құртты Қайырлыға, екіншісін төрде жатқан отағасының қолдарына ұстатты. Қайырлы қолына тиген бір жапырақ етті шайнамай-ақ бір-ақ қылғыды. Жалғыз құртта бір-екі қажағаннан қалмады. Жегені жұғын болмаған баланың араны одан сайын ашыла түсті. Ол сілекейін шұбыртып, шешесінің қолына қарады. Оның көзіндегі бағанағы мағынасыздық су сепкендей жоғалып, енді әлде бір суық, тағылық айбат пайда болды. Сұлушаш оның көзіне қарап, ауыр күрсінді. Содан кейін өзіне тиесілі жалғыз құртты оған ұстатты. Сорлы ана кішкентай ағаш тостағанның түбінен келтіре су құйып алып, жер төсекте жатқан нәрестенің қасына келді. Еттен арылған қу сүйек сәбидің жүзі адам қорқатындай. Шодырайған қабақтың қуысына кіріп кеткен үлкен жанарлар, түкке түсінбейтін сәби көңілінің аянышты мұңын танытқандай, жалынышпен жалбарына қарайды. Ұзын кірпіктерін қайта-қайта қайшылап, нұры тайған көздерін анасынан айырмай, әлсіз жыпылықтатады. Кішкентай бөбегінің адам төзгісіз ауыр қайлын көруге Сұлушаштың дәті шыдамай, суалған жанарларын қасірет жасымен шылап, күңірене өксіді. Ол үйдегі ашқарақ көздерден сәбиін қалқалай отырып, ешкімге байқатпай қойыннан бармақ басындай қатқан бір бауырсақ алып, тостағандағы суға сала қойды. Қолындағы кішкене ағаш қасықпен тостағандағы суды сапырған болып, қатқан бауырсақты қасықпен мыжғылай езді. Содан кейін теріс қарап отырған бойы сәбиін алдына алып, езілген бауырсақты суға қосып қасықпен ішкізе бастады. Ішіне ептеп нәр барған нәрестені қайтадан орнына жатқызып теңселе мүлгіп отырып қалды. Кенет төрде жатқан отағасы тісін шықырлатып, ауық-ауық ыңырсыды. Сұлушаш, деді ол сәлден кейін жер астынан шыққандай көмескі дауыспен. Жаңағың жұғын болмады. Өл демесең тағы берші. Жоқ қой, немді берейін. Сұлушаш күйіне айғайлап жіберді. Сұлтан отағасы тағы да тісін шықырлатып, ыңырсиды бастады. Онда не ағып отырсың? Сұрасайшы тағы елден. Ел дейтін елің қалды ма сорлау? Өзі де қырылып жатқан ел несін береді? Шал жиып жатып алып әкел дегеннен басқа айтарың бар ма? Сен түгілі мына балаларға да жүрек жалғайтын түк жоқ. Осыны айтты да Сұлушаш орнынан атып тұрып, сұлтанның қасына жетіп барды. Ел дейсің, сол елдің басына әңгір таяқ ойнатқаннан басқа не жақсылық жасадың сен? Басы артық малды аламыз деп елдің қолындағы 2-3 тұяғын қырғыздың. Жетімнің де көз жасына қарамай, күнкөріс қылған жалғыз тұяғын ортаға салғыздың. Сол ма сенің еліңе еткен еңбегің? Сорлы ел қайта 2 бауырсағының бірін беріп, сені әлі күнге дейін асырап келеді. Елден бұрын өліге тиіс сен едің. Істеріңді істеп алып жатырсың енді міне сар төсек болып. Ал елің жоқ, қырылды бәрі, қырдың бәрін. Әлде әлі құрыды ма? Әлде ашудың әсері ме? Сұлушаш сұлтанға қалшылдай төніп келіп, кенет маңдайы тасқа соғылғандай шөкесінен отыра кетті. Сұлтан нәрі кеткен сүреңсіз жанарларын алайтып, әйеліне тесіле қарады. Оның тіршілік белгісінен ада суық көздері өңменіңнен өтердей өте қорқынышты еді. Ол тағы да төбе құйқаны шымырлата тісін шықырлатып, әнтек ыңырсыған қорқынышты үн шығарды. Елден мал жинасам өзіме емес, өкіметке, колхозға. Қайда сол өкіметің? Қайда сол колхозың? Сұлушаш отағасының үзіп-үзіп қинала айтқан сөзін бөліп жіберді. Неге әкеліп бермейді саған? Әлде сенің осы күйге түскеніңді көрмей, білмей отырма. Кімге керексің енді сен? Ашу қысқан Сұлушаш ашына айқайлады. Қолдан келер басқа қайраны жоқ. Осы бір өмір мен өлім айқасқан зауал шақтың бары үшін сұлтаннан алғысы келгендей, тірі әруақ, сырқат жанды аяусыз балағаттап ұзақ сөйледі. Балалардың аузынан жырып бергенді місе тұтпай тағы сұрайды. Араның ашылған екен сорлы. Елдің бәрі бірдей бордай тозып қойдай қырылып жатқанда кім береді? Несін береді? Колхоз дейді ғой өле алмай жатып.
баяғыда шаңырағы ортасына түскен пәлесін айтып, жұбына жеткен адамды сөзде титықтатады екен. Әбден әлі құрыған сұлушаш сол отырған жерінде қисайып ауру жанның төсегіне басын қойып жата кетті. Қанша жатқаны белгісіз. Сұлушаш әлдебір қорылдаған жат дыбыстан шошып, басын көтеріп алды. Ештеңені айыра алмай жан-жағына жалтақтай қарап, сұлтанға көзі түсті. Қырылдап жатқанда сол екен. Екі танауы қусырылып, боп-боз болған отағасының көзі шарасынан шыға алайып, қырқыр етеді. Құдай-ау, бұл сорлыға тағы не боп қалды деп сұлушаш төрттағандай жорғалап, оның бетіне үңілді. Сол сәтте оның жүрегі тас төбесіне шықты. Ойбай, қайырлы, қайдасың деп ышқына айқайлап жіберді. Қазандық түбінде бүрісіп жатқан қайырлы үрейлене басын көтеріп, шешесінің қасына келді. «Неғып сілейіп тұрсың? Тарт ойбай» деп шешесі ақырып қалды. Қайырлы сонда ғана есін жиып, әкесінің қолына жармасты. Сұлтан жарты құлаш кендір бауды тұсақтап, мойнына салып екінші ұшын қос қолымен қырылдай тартып жатыр екен. Қарысып қалған қу сүйек тарамыс қолдардан кендір бауды жұлып алуға сұлушаштың шамасы келер емес. Қайырлы әкесінің қолындағы жіпке барлық күшін сала жармасып, шешесі екеуі зорға дегенде босатып алды. Сұлтанның мойнынан тұзақталған жіпті алып, сұлушаш тағы ойбайға басты. «Өзіңе өзің қол салғаның не ойбай? Енді көрсетпегенің сол еді маған. Санаулы демің біткенше көресіңді көріп өз ажалыңнан өлсең етті жазған-ау. Шыдамсыз сорлау, аштық кімді қинамай отыр дейсің. Әйтеуір шықпаған жанды суреткеннен басқа менің де қайбір жерім жетісіп жүр. Сонда бәріміз бірдей буыны бөле беруіміз керек пе? Мына жаудыраған балаларды кімге тастап кетпекпіз? Еркек болып дем бергеннің орнына етектен басқаның ба бұл? Қой, сұлтан, шатаспа, шыда, кім біледі, әлі де Құдайдың бізге деген ырзығы бар шығар. Өлмегенге өлі балық дегендей бір нәпаға шығып қалар. Сұлуша сөзінің соңында өзінде, өзгелерді жұбата сөйлеп, болашаққа үміт артқан сыңай танытты. Қырылы басылған отағасы көзін тарс жұмып, не өлі, не тірі екені белгісіз сұлық жатыр. Әлгі Олжан қайда жүр екен? Байғұс баланың әлі құрып бір жерде құлап қалмаса, ендігі келіп қалса керек ет, деді қам көңіл ана тағы да алаңдаушылық танытып, жалтақ-жалтақ есікке қарағыштап. Осы сөзді күтіп тұрғандай аяз қысқан ағаш есік сықырлай ашылды. Үйге бір бума қураған қамыс арқалаған біреу кірді. Ол арқасындағы буманы босағаға тастай беріп, өзі соның үстіне отыра кетті. Сұлуша суретіліп енді оның қасына барды. Оның басына тұмшалай ораған шәлісін шешіп, жарғақ тонының бауын ағытты. Шоқпыт шәлі мен жарғақ тонның арасынан үлкен жанарларынан әлдебір жылылық нұры ескен. Қыр мұрынды, жүдеу өңді 14-15-тердегі бойжеткен көрінді. Сұлушаш бойжеткеннің әбден аяз сорып, икемге келмей қалған қолдарын ұзақ ысқылап, оны иығынан демеп, орнынан тұрғызды да қазандықтың қасына әкеліп отырғызды. Содан әлгінде қойына тыққан бір жапырақ етпен жалғыз құртты қолына ұстатты. Иә, бұл осы үйдің бойжеткені. Сұлтан мен Сұлушаштың 5 баласынан тірі қалған бір ұл, 2 қыздың үлкені Олжан еді. Бұл үйде отқа жағатын ағаш атаулының бәрі әлдеқашан жағылып біткен. Қораның да есік терезесі, төбесіне салынған сырғауылдары да отқа түскен. Тек үйдің қаңқасы ғана әзірге сау тұр. Тіпті көрші қолаң бірігіп, осы ауылдың адамдары ерте шетінеп, иесіз қалған бірнеше үйді бұзып, ағаштарын отқа жақты. Енді бұл маңайда отқа жағатын жарамды зат қалған жоқ. Содан бері аяғы жеткен жұрт, осыдан 3-4 шақырым жердегі қамысты көлдің қамысын шауып әкеліп, отқа жағып жатыр. Қозғалуға жарайтын азаматтар мінілесіп, таңертең отынға кеткен Олжанның оралып отырғаны осы. Сұлушаш аяғын зорға алып, суретіле жүріп қазандыққа су құйды. Олжан әкелген қамысты сындырып, қазандықтың астына от жақты. Кепкен қамыс от тиген соң зуылдап ала жөнелді. Сұлушаш қу қамысты мол сындырып, үстемелеті отқа тастап отыр.
Әлгіндей емес. Ұлжанға ілесе үйдің ішіне әлдебір жылылық енгендей, өлі тірлік сәл болса да жанданғандай еді. Қайырлы әкесінің қасынан тұрып қазандыққа жақындады. Ұлжан да орнынан тұрып барып, жер төсекте жатқан 2 жасар Гүлжанды алдына алып, сәбидің мұздап қалған аяқ-қолын отқа жылыта бастады. Ұлжан әкелген қамыс таусыла бастаған кезде қазандықтағы су да қайнады. Сұлушаш ағаш ожаумен қайнаған қара суды сапырып, үйдегі сау қалған 2-3 тостағанға құйып, Ұлжан мен Қайырлыға ұстатты. Енді бір тостағанды алып, отағасына жақындады. Сұлтеке, Сұлтеке, басыңды көтерейін, қайнаған су іш, бойың жылынады деді, әлгінде ашынғаннан шыққан ащы сөздерін жуып шайғандай. Отағасы көзін ашып әйеліне алара қарап, басын шайқады да көзін қайтадан жұмып алды. Содан қайтып Сұлушаш қанша жалынса да, қайқайып көзін ашпай қасарып жатып алды. Амалы таусылған Сұлушаш тостағандағы суды өзі ішіп, қасықпен ыстықтай Гүлжанға да ұрттатты. Ыстықтай қара су ішіп ептеп бойлары жылыған олар, ашта болса бір-біріне тығылып қазандықты айнала жата кетті. Сол күннен бастап сұлтан отағасы аузынан нәр алудан мүлдем бас тартты. Тіпті Сұлушаш аузына зорлап тамызған суға дейін жұтпай қасарысып, езуінен ағызып жіберетінді шығарды. Аштық әбден етек алған ел ішінен де рахым кетті. Біреуге біреу қараудан да қалып барады. Күн ұзын ауыл ақтап қайыр сұраған Сұлушаш көбіне құр қол қайтадым болды. Ақсирақ аштық жұмына жетіп, өлгені өліп, өлмегені қу жұтқынға жұмыр болар жоғын іздеп, іргесі сөгіліп босып жатқан елгеден екіні. Сонда да басқа қылар қайраны қалмаған Сұлушаш, босқа қарап отырып өлгенше жүріп өлейін дегендей, өкпесін сүйретіп ел кезіп кетеді. Ұлжанның да бар қайраты сарқылуға жақын. Бойына әл беретін нәрсізбай 4 шақырым жердегі көлден күнде қамыс қиып әкелу, бұғанасы қатпаған 14-тегі қыз балаға күннен күнге қиындап барады. Жұбына жеткен кейбір аптал азаматтардың өзі отын әкелуге жарамай титықтап қалды. Ұлжан адам төзбес бұл азапты қайсарлықпен жеңіп, күніне суретіліп барып бір бау қамыс әкеледі. Сұлтанның бір жұтым су ұрттамағанына да міне 4-ші күнге ауды. Адам жаны осыншама сірі болар ма? Әлі де ақырғы демі таусылмай, жансыз көзін төбедегі жалғыз нүктеге қадап, қозғалыссыз жатыр. Таң беліне Сұлушаш тағы да қайыр сұрап кетті. Шешесінің соңынан іле Ұлжан да орнынан тұрып, кішкене қолырағымен қамыс буатын жібін алып, кетуге жинала бастады. Қайырлы қазандық түбінде көзін бақырайтып, әпкесінің әрбір қимылын бағып бүрісіп жатыр. Бүгін оған Ұлжан күндегіден де азып, тіпті еңіш тартып кеткендей көрінді. Әпкесінің қимылы тым баяу, әрі әлсіз. Бала жүрегі сыздай ауырып, Ұлжанға жаны ашыды. Бала түйсігі әпкесі мына түрмен көлге жете алмайтындай, жетсе де қайтып оралмайтындай сезінді. Ол осыдан 1-2 жыл бұрынғы әпкесінің бейнесінің көз алдына елестетті. Онда бұлардың ауылы Есілдің жағасында болатын. Әкесі колхоздың тынымсыз шаруасымен үнемі ат үстінде жүретін. Үйдің бар шаруасын шешесімен Ұлжан атқарады. Қайырлы таңертең тамаққа тыңқия тойып алып, өзі сияқты ауылдың қара сирақ балаларымен су жағалап кетеді. Есілдің айнадай жылтыр суына шомылып, өзен жағасындағы қайранға жатып, күнге қыздырынудан бір жалықпайды. Бір күні өзенге баратын балаларға еріп, бір топ құрбысымен Ұлжанда суға түсуге келді. Қайырлы бастаған ұсақ балалар шуылдасып, өзара өзеннің қай жері тұнық, жағадағы қайраңның қай тұсы ыңғайлы екенін жарыса айтып, өздерінің көп білетінін көрсетіп қалғысы келгендей жамыраса шуласты. Сонда Ұлжан мұны бауырына қысып, маңдайынан иіскеп, құрбыларын әдейі Қайырлы көрсеткен жерге бастап әкелген. Қайырлының балалардың алдында мерейі өсіп, қуаныштан көкке төбесі екелі жетпей қалғандай еді. Өзеннің жағасына келгеннен кейін Ұлжан бастаған бойжеткендер балаларға, енді өздерің басқа жерге барып суға түсіңдер деді. Әпкелеріне шомылатын жер тауып бергендеріне мәз болысып, балалар бір ауыз сөзге келмей жар жағалап, өзеннің басқа тұсына кетті.
Балалар өзеннің таяз жеріндегі суды шалпылдатып ойын қызығына кіріскені сол еді, кенет қыздардың шыңғыра шуылдаған дауыстары естілді. Олар киімдерін іле-міле дауыс шыққан жаққа жүгірді. Балалар жеткенде бойжеткендердің бәрі өзеннің ортасында судан бастарын ғана шығарып, шыңғыра айқайлап тұр еді. Колхоздың 100 қаралы малын бағатын Мұса деген жігіт қыздардың жағада жатқан барлық киімдерін алдына өңгеріп, ат үстінде ойқастап жүр. Ол қолындағы киімдерін бұлғап, қыздарды мазақтай шақырады. Қыздар шыңғырған сайын Мұсаның екі езуі екі құлағына жетіп, ыржалақ-ыржалақ етеді. Ентіге жеткен балалар бір жерге ұйлығып тұра қалды. Әпкелеріне көмектескісі-ақ келеді. Бірақ әумесер Мұсаға қарсылар қайрандары жоқ. Қане, іштеріңдегі ең сұлу біреулерің жағаға шығыңдар. Уэллахи, ең сұлу біреуің шықсаң барлығыңның киімдеріңді қайтарып беремін дейді Мұса ат үстінде екілене даурығып. Қыздар жамырай айқайлап, біресе Мұсаның жер-жебіне жете ұрсады. Біресе өлердегі сөзін айтып жалынады. Оған айылын жиятын Мұса жоқ. Айттым, бітті. Біреуің жағаға шық. Қай сұлуың барсың? Ұлжан. Бұл ауылда Ұлжаннан өткен сұлу жоқ. Қане Ұлжан, сен шық деп Мұса әулеклене дікілдеді. Қайырлының көз алақандай болып көзінен оты шықты. Оған дәл қазір Ұлжан судан шыға келіп, мына балалардың ортасында масқара болатындай көрінді. Ол не істерін білмей ширығып, Мұсаға қарай жақындай берді. Сол сәтте Ұлжан судан қолын бұлғап, бұған дауыстай айқайлады. Қайыржан, жүгір, үйге барып көкемді шақырып кел. Ол жаңа біз шыққанда үйге келіп аттан түсіп жатқан. Қайырлы шын ба өтірік пе дегендей өзеннің ортасындағы Ұлжанға қарап, сәл тұрып қалды. Көкесін айтқанда Мұсаның көзі алайып кетті. Бұл ауылда одан именбейтін бірде-бір адам жоқ. Ұлжанның да соны біліп қулық жасап тұрғанын Қайырлы түсіне қойды. Қазір шақырып келемін деп ол жорта айқайлап, ауылға қарай жүгіре жөнелді. Оның соңынан шуылдаса бар бала ерді. Әй, боғмұрын тоқта, айтпа ешкімге, қалжыңдағаным ғой. Міне тастадым киімдерінде Мұса қыздардың көйлек көншегін жағаға атып ұрып, атын борбайлай шаба жөнелді. Қайырлы сонда да тоқтамай артына қарап қойып, тағы біраз жүгіре түсті. Әдейі Мұсаның қарасы өшкенше жүгіріп, орта жолға жете тоқтай қалды. Бітті, енді ол келмейді. Көкемнен қорқады деді ол, неге тоқтадың дегенде бұған ентіге қарап қалған достарына. Сол-ақ екен олар Мұсаның алды-артына қарамай қалай зытқанын айтып, бірін-бірі қостай күліп мәз болысты. Балалар қайтып келгенде қыздар судан шығып, киініп те үлгеріпті. Қайырлы құрбыларының ортасында шашын тарап тұрған Ұлжанның қасына келді. Мұса байғұстың зәресін бір ұшырдық-ау деп, Ұлжан Қайырлының басынан сипап сыңғырлай күлді. Артына қарауға шамасы келмей зытты ғой деп, Қайырлы да әпкесіне қосыла күлді. Қыздардың киімін бермейтін батыр ғой. Сол керек оған деді Ұлжан су болған шашын төгілте сілкіп. Қайырлы әпкесінің тапқырлығына таңданғандай, алғаш рет оған сүйсіне қарады. Су денеге жабысқан жұқа көйлек Ұлжанның онсыз да сұңғақ бойын ажарландырып, күнге қызған жұқалтаң, әдемі қара торы жүзі балбұлжанып, оның шын сұлулығын паш еткендей. Құрбыларының ортасында әпкесінің ерекше сымбатты да, беделді екенін Қайырлы осы жолы алғаш байқап, үлкен мақтаныш сезімге бөленді. Сөйткен Ұлжан бас-аяғы 5-6 айдың ішінде адам танымастай өзгеріп, сүйек пен теріге ілініп еңкіш тартып қалды. Қайырлының өзегін өкініш өртеді. Дәл қазір өзінің де басын көтеруге шамасының келмей жатқанына қарамастан, әпкесіне ерекше жаны ашыды. Тіпті бүгін отынға бармай-ақ қойшы дегісі келіп, өзін-өзі зорға тоқтатты. Ұлжан аяғын зорға сүйретіп үйден шығып кетті. Азынаған суық үйде тағы да тағдыр тәлкегіне мойын ұсынған үш әлсіз тіршілік иесі қалды. Ұзақты күн олар үшін қияметтің қыл көпірі. Іште нәр, сыртта жылу жоқ. Бір-біріне жабысып, жанға бата бұраған ішектерінің ауырған бір мезгіл ұмытайын деп көздерін жұмса, аш адамнан ұйқы да қашады екен.
Сағат санап жақындаған ажалды күтіп, үшеуі үш жерде бақырайып жатады да қояды. Ақырғы демінің таусылар сәтін күтіп, бұл дүниеден күдер үзген сұлтан отағасын қинағаны да осы еді.